Бірінші шілдеден бастап Қазақстанда азаматтардың күнделікті өміріне, мемлекеттік басқару жүйесіне және цифрлық қызметтерге қатысты бірқатар маңызды өзгеріс күшіне енді. Ең басты жаңалық республикалық референдумда қабылданған жаңа конституцияның қолданысқа енгізілуі. Осыған байланысты 1995 жылғы конституцияның күші жойылды. Жаңа ата заңға сәйкес вице-президент институты құрылып, заң шығару қызметін бір палаталы құрылтай жүзеге асырады. Толығырақ келесі материалда. Жаңа конституцияға сәйкес жалпы халықтық диалогты дамыту және азаматтық қоғамның ішкі саясатты қалыптастыруға қатысуын кеңейту мақсатында жоғары консультативтік орган халық кеңесі құрылады. Кеңес ел азаматтарынан жасақталып заңнамалық бастама көтеруге және жалпы халықтық референдум өткізуді ұсынуға құқылы. Алдағы уақытта жаңа заман талабына сәйкес саяси өзгерістердің, саяси реформалардың жалғасы ретінде біз осы жаңа ата заңымызбенен өмір сүретін боламыз. Бұл ата заңның ішіндегі тағы бір негізгі маңызды құжаттардың, маңызды өзгерістердің бірі ол біздің халықтық кеңесінің құрылуы. Халық кеңесі халықтың ойын, барлық мәселелерді билікке жеткізетін орган, жоғарғы консультативті кеңесші орган болып құрылады. Сонымен қатар жаңа конституцияда білім, ғылым, мәдениет және инновацияны дамыту мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі ретінде айқындалған. Құжатта бұл салалар елдің орнықты дамуы мен бәсекеге қабілеттілігін арттырудың негізгі тетігі ретінде белгіленген. Сондай-ақ адам капиталын дамытуға, ғылыми әлеуетті күшейтуге және технологиялық тәуелсіздікті қамтамасыз етуге басымдық берілген. Жалпы ғылым, мәдениет, инновацияның бұл жаңа конституцияда фундаменталды идея ретінде бекітілуі бұл еліміздегі осы ғылым саласындағы жаңа серпіліс әкеледі деген ойдамыз. Алдағы уақытта ғылым саласын жетілдіруге байланысты жаңа нормативтік құқықтық актілер мен мемлекетіміздегі жас ғалымдардың қолдаудың жаңа тетіктері қалыптасатын болады. Сол арқылы мемлекетіміздің ғылыми әлеуетін арттыруға әкеп соқты. Цифрлық қызметтер саласында да жаңа өзгерістер бар. 19 шілдеден бастап Қазақстанда банкаралық бірыңғай QR төлем жүйесі іске қосылады. Жаңа жүйе арқылы азаматтар қай банктың мобильді қосымшасын пайдаланса да кез келген QR терминалы арқылы төлем жасай алады. Бұл төлем үдерісін жеңілдетіп, банктер арасындағы өзара үйлесімділікті арттыруға мүмкіндік береді. Нұрай Базархан, Ернар Серікқалиұлы, Жетісу телеарнасы.